Баршаңызға сәлем, сіздермен Айнұр. Мен сіздерге осындай керемет болып шығатын зебра пирогының рецептісін ұсынғым келіп отыр. Барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысқа 4 жұмыртқамызды саламыз, және оның үстіне қант салып, миксердің жай жылдамдығынан бастап біртіндеп көбейте отырып шайқаймыз. Көтерілді біздің жұмыртқамыз. Қарасаңыздар, керемет осындай аппақ болып шығу қажет. Осындай көпіргенше, міне көрдіңіздер ме? Осындай көпіргенше араластыруларыңыз қажет. Енді біз оның үстіне сұйық май құйып, яғни күнбағыс майын құйып, тағы да бір-екі Енді бізге ұн мен какаоны және қопсытқышты қосу ғана қалды. Біз енді ұнды қосамыз, және ұнды қосып болғаннан кейін бұл тестамызды екіге бөлеміз. Сол екінші бөлігіне біз какаоны қосамыз. Міне мен екіге бөлдім. Екеуін тең-бетең бөлдім десем де болады. Енді келесі екінші бөлігіне біз какао қосамыз. Какаоны еліктен өткізіп қоссаңыздар дұрыс болады. Және де какаоны қосқан кезде бірден салып жібермеңіздер. 1-2 немесе 2-3 бөлікке бөліп салғандарыңыз дұрыс болады. Егер бәрін салып жіберсеңіздер, онда біздің қамырымыз тағы да көтерілмей қалады. Сондықтан 1-2 бөлікке бөліп саламыз. Жақсылап араластырамыз. Осылай міне. Астынан үстінен, үстінің астына қарай осылай айналдып араластырамыз. Тағы да саламыз. Егер сізде венчик болмаса, онда силиконды күрекшенің көмегімен жасауға болады. Маған осы жеткілікті. Міне какаоны араластырып болдым. Міне бізде осындай какао артылып қалды. Егер қаласаңыздар, барлығын қосып жіберуге болады. Ал мен тек осындай шамалы, осындай мөлшерде ғана салатын боламын. Енді қасықтың көмегімен біз тестамызды құятын боламыз. Ең бірінші, мысалы, осы тестадан құйсаңыздар болады. Болмаса, какао қосылған тестадан құйсаңыздар болады. Өзіңізге қалай ыңғайлы, солай құйсаңыздар болады. Мен ең бірінші осы тестадан құямын. Қасықтың көмегімен ғана жасайсыздар бұны. Жақсылап міне құямыз ортасына.
тағы да бір қасық құямыз. Енді оған оның үстіне какао қосылған тестамызды құямыз. Шамамен енді біз пирогты қызып тұрған пеште 170-180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз дайын. Енді біз ортасын ағаш таяқшамен тексеретін боламыз. Міне құрғақ болып шықты. Осындай құрғақ болып шығу қажет. Сонда құрғақ болып шыққанда ол пісті деген сөз. Біз енді формадан босатпас бұрын оны біраз уақыт, шамамен 10 минуттай суытып аламыз, содан кейін барып формадан босатамыз. Біздің пирогымыз толықтай суыды. Қазір біз пышақпен бөліп, ортасын қалай болғанын көреміз. Bizim pirogumuz осылай шықты. Міне қараңыздар, жұмсақ болып шықты, әдемі болып шығады. Қазір баршаңызға жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, жұмсақ, керемет болып шығады. Мендегі пирогтың кішкентай болу себебі мен жұмыртқаны аз қостым, 4 дана жұмыртқа қостым. Ал егер қаласаңыз, үлкен болған қаласаңыз, онда 6-7 жұмыртқаға дейін қосып, құрамын 2 есе көбейтіп барып қосуларыңызға болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Менің арнама жазылып, лайк басып, комментарий жазып қойды ұмытпаңыздар. Және де мен пирогтың құрамындағы заттарды мен описанияға белгілеп қойдым. Және де Instagram парақшамда да белгілеп қойдым. Сол жерге қосылып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.